Күздің алғашқы күні білім күні. Бұл күні мектепке асыққан оқушылармен бірге менің де жүрегім аттай тулап алтын ұя мектебіме құстай ұшамын. Мен өзімнің біліміммен, жүріс-тұрысыммен, жайдары мінезіммен, тіпті сырт пішініммен, киген киіміммен де бала жүрегін жаулап алғым келеді. Мектеп мейірім ошағы. Мектепке келген сайын жүрегіме жылулық ұялайды. Ыбырай Алтынсариннің «Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі» демекші. Мен өзімді мектептің жүрегі деп есептеймін. Мектеп әр адамның екінші үйі. Мектеп өміріне, оқушыларымның біліміне назар аударып, көңіл бөлгенде ғана өмірім қуанышты өтіп жалғасады. Мектепке деген махаббатымды біліміммен, іс-әрекетіммен дамытып келемін. Түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, бар білгенімді бала бойына сіңіруге асықпын. Мектеп баланы тұлға ретінде қалыптастыратын білім ордасы болса, оған үлес қосатын біз ұстаздар емеспіз бе? Осы ретте шығармашылықпен бірге өнерді де қатар алып жүрмін. Сонымен қатар білімді, білікті ұстаздардан тәлім алып отырамын. Өйткені мектебімнің іргетасы мықты болу үшін мен мықты маман иесі болуым керек. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесін арттыру жолында алдыма қойған мақсатым өзіне сенімді, дара тұлға болу. Ал мектептің басты тұлғасы, жүрегі ол мұғалім.